10 министр ауыстырыңыздар, 20 министр ауыстырыңыздар, бұл нәтиже бермейді. Мен сіздерге айтқам, идеология жоқ жерде, идеология, ұрпақ тәрбиелеңіздер. Білім жүйесінен бастап, балабақшадан бастап, бүкіл қай жиналыста бәрінде айтып жүрмін, тек сіздер оған мән бермейсіздер де. Содан кейін министрліктің ешқандай кінәсі жоқ. Қоғамның кінәсі бұл жерде. Қоғамның. Бәлкім құқық қорғау органдарының Бәрі бар оның ішінде. Сіз де барсыз, мен де бармын. Құқық қорғау органдары бар. Жаңағы кісі өлтіретін балалар, тәрбиелеп отырған ата-аналар, мектептер бәрі бар оның ішінде. Сіздер оны бәлені бір ақ жаққа жаппаңыздар. Енді бұл жүйелі проблема ғой. Жүйелі проблема болады да бола береді. Енді нақты бір Ұрпақ тәрбиелемейінше, мемлекеттік идеология болмайынша, қайталап айтамын. 3 жыл болды мен осыны айтып жүргенім. Ештеңе өнбейді. Идеология дұрыс емес дегеніңіз? Дұрыс емес емес, жоқ идеология. Еламан атты жігіт және жанындағы 2 бала. Еламанның қолында автоматы бар. Автомат па, кәдімгі? Иә, автомат. Кәдімгі қару, суық қару. Жанындағы 2 жігіттің қолында 2 пышақтан болды. Енемнің маңдайына автомат тақап тұрып, қазір 102-ні шақыратын болсаң, мен сені алып тастай аламын деді. Олар үйге келіп, Иә, үйге кіріп кәдімгі. Содан енемнің қолындағы телефонын алып қойды, ешкімге хабарласушы болма деп. Мені жаңағы бір баланың біреусі мойныма пышақ тақап тұрып, бір қадам жасайды екенсің, мен сені өлтіре салам деп тұрды. Содан біз ештеңе істей алмадық. Ол жаңа қайынсіңлім қызын іздеп, комнаталарды қарап, ол қыз ұйықтап жатқан бойында көтеріп те алып кетті. Көтеріп алып кетті оны. күйеуіңіз сол үйге келген жоқ Жоқ, сонда? ол кезде күйеуім болмады. Мен сол момент олар шықты, артынан видеоға түсіріп үлгердім машинасын. Содан көрші тәте жүгіріп келе жатыр. Ернар ана жақта қансырап жатыр деп. Барсам уже атып кеткен, без сознания. Жүрек тұсынан 2 рет атылғанын көрдім. Тура көшенің қақ ортасында 2:15 түсіп кеткен. Күндізге 2:15-те. Күндізге 2:15-те. Сәлеметсіздер ма? Менің есімім Айгажын Мұжнар. Оразалиев. Мен Талғарды қатып өлтірген баланың анасымын. Мен Еламанның жалғыз басты анасымын. Менің баламның істеген дұрыс демеймін. Ол Алла алдында, ел алдында өз жазасын өтейді. Қолымен істегенді мойнымен көтереді. Бірақ шулап беттен алып, төстен шауып отырып жатқан адамдарға айтарым. Ешкім бұл бала ондайға не үшін барды, мылтық алып неге атты деп сұрап отырған ешкім жоқ. Менің балам өзімен өзі мылтықтап жүгіріп кетпейді. Сұраңыз, мен бәрі білген шындығымды айтамын. Жазбаған журналистім қалған жоқ. Мені ешкім тыңдамай отыр. Адвокат ханым, шу шығарып отырған Аружаннан сұраңыз, не үшін менің балам мылтық алып Аружан үйіне келіп мылтық алғанын сұраңыз, не үшін Еламан бала мылтық алды. Аружаннан сұраңыз. Аружан үйіме келіп, адаласымды ішіп, ақ орамалды тағып, қонып жүрген қыз. Айт шындықты. Или мен өзім айтам, Еламанды мылтық ұстап, мұндай жағдайға қалай жеткізгендеріңді.